Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ең дәмді болып шығатын, ең оңай дайындалатын апельсинді кекстің жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге бір дана апельсин керек болады. Бұл апельсиннің граммы шамамен 400 граммдай шығады. Ең алдымен апельсин сидрасын үккіштен шығарып, шырынын алып дайындап қоямыз. Құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. 200 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз аппақ болып көпіргенше араластыруымыз қажет. Сосын 200 грамм сұйық май, 150 грамм апельсин шырынын саламыз. Апельсин сидрасын салып, жақсылап араластырамыз. Граммы маңызды емес. Бір штук апельсиннен қанша сидра шықты, соның барлығын саласыздар. Бірақ апельсин шырыны 150 грамм болуы керек. 400 грамм апельсиннен 150 грамм шырын шығады. Сосын 300 грамм ұнымызға жарты шай қасық пищевой сода, 15 грамм разрыхлитель салып араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап араластырамыз. Мінеки бізде осындай қамыр дайын болуы керек. Енді арнайы кексімізге арналған формамызды жақсылап майлап шығамыз. Сосын артынша бір қасық ұнымызды формаға жайып салып шығамыз. Сонда кексіміз піскенде жабысып қалмайды. Енді қамырымызды формаға салып, шамамен 160-180 градуста қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Шамамен 30-40 минутта піседі. Мінеки кексіміз пісіп шықты. Енді формадан босатып суытып аламыз. Кексіміз суығаннан кейін осындай қант ұнтағын сеуіп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мінеки біздің апельсиннің иісі мүңкіп тұратын, апельсиннің дәмі келіп тұратын апельсинді кексіміз дайын. Сіз де жақындарыңызға міндетті түрде жасап беріңіз. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің видеом ұнаған болса лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.